Перзент дүниеге келген соң ата-ананың көз қуанышына айналады. Оның әрбір қылығы мен алғашқы қадам басқан сәттері қазақ үшін дәстүрге толы кезең. Сондай жоралғының бірі тұсаукесер. Бұл күні белдескен балаға да сыйлық жасалады. Қуанышты бөлісуге келген ақжаулықты әжелер мен ауыл жастары тұсаукесер рәсімінің ажарын әнмен еселейді. Салт пен дәстүрге бай қазақ ырым-тыйымнан да кенде емес. Балаға арнап көгал үстіне атасы қазық қағып, алажық байлайды. Тұсаукесер баланың үйінің іргесіне қазық қағылып, оған аларханның бір ұшын байлап, екінші ұшын баланың аяғына байлап, ұзап кетпесін елден, туған кіндік кескен жеріне қайтып оралсын деген ниет болған екен. Сәбидің тұсауын түрлі жолмен кеседі. Оған әжелеріміз ерекше дайындалады. Тұсаукесер туралы жырларда күрмеуіңді шешейін деген теңеу ретінде айтылған өлең жолдары осы дәстүрден қалған. Қадам басып, қаз-қаз тұрған баланың тұсауын көрегенді қарияларға кестіреді. Тоқ жекпен ала жіп, жасыл шөппен жарасып, көк шөппенен кесейік, тұсауды біз санасып. Қаз-қаз балам, қаз балам, тақымыңды жаз балам, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Жүре қойшы құлыным, желбіресін тұлымың, елгезек бол ерінбе, ілгері бас шегінбе.